Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бауыр пісіреміз. Қойдың бауыры бүгін бізде. Бізге қажетті заттар: 1 пияз, 300 грамм қойдың бауыры, 2 қызанаққа ыстық суды құйып, қабығын аршып, турап аламыз. Пиязды әдеттегідей жұқалап тураймыз. Бауыр еті ағзаға пайдалы болғандықтан бұл тағамды жиі жасап тұруларыңызға болады. Табаға май құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Тұз, бұрыш, өзіңіз ұнататын дәмдеуіштеріңіз болса, қосып, араластырып қуырамыз. Туралған помидорымызды қосамыз. Тағы да 4-5 минуттай қуырамыз. Бауырды ұзыншақтап жіңішкелеп тураймыз да қосамыз. Бауырды 4-5 минуттай қуырамыз. Суы тартылсын десеңіз, қақпағын жаппай қуыруға болады. Дегенмен бізге осылай сулы сорпалы болғаны ұнайды. Сонымен пайдалы әрі дәмді тағамымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.